Инжебаева Сара Кушалықызы Жұбан Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының жетекші маманы. Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты бағыты оның алдын алу, яғни оның себептері мен шарттарына ықпал жасау болуы керектігін ескерген жөн деп есептеймін. Елбасының биылғы жолдауындағы жемқорлықпен күрес заңның үстемдігі атты 9-шы міндетін орындау мақсатында кітапханамызда көптеген шаралар жүзеге асуда. Қоғамның мүшесі ретінде мені сыбайлас жемқорлықты болдырмау, адамдарға тәуелді болмау мақсатында бір терезе қағидаты аясындағы құрылып жұмыс істеп отырған азаматтарға мемлекеттік қызмет көрсету орталықтарындағы қызмет түрлерінің көбеюі, оның сапасы мен санасының артуы қуантады. Жеке адамның сандық қолтаңбасының енгізілуде көптеген қызметтерге уақыт жоғалтпай қолжетімді болуға мүмкіндік беріп отыр.